Oy, rahmet. Alarda tağay mına et jep oturmuz goy. Mına et degende bet barma deydi. Mına жақсы söz күлмекке жақсы, жақсат мінбекке жақсы deydi goy. Баяғыда deydi, осындай тойда үш апам әңгімен ұрып отыр дейді. Менің чалым кезінде жалғыз өзі бір қойдың етін жеп қойған деп айтады дейді. Сөйтсе екінші апам айтады дейді, айналайын сен түк емес екен. Менің чалым кезінде жалғыз өзі бір тананың етін жеген деп айтады дейді. Сөйтсе үшінші апам айтады дейді, екеуіңдікілер түк емес екен. Менің чалым кезінде әкім болғанда бір колхоздың малын жеп қойған деп айтады дейді. Сол сияқты мінеке алдыдағы астан алып отырыңыздар. Мына ертеде дейді, бір ақын сері жігіт ат артып айдаладан келе жатып, бір айдаладағы ескі үйге кезіккен екен. Әлгі ескі үйге кірсе, сұлуда сүйкімді бір қыз орнынан тұрып, бұрыштағы тұрған ескі жамау күбідегі ашқан көшеден сапырып еріне ұсынған кесеге толтырып серінің алдына тосады. Әлгі сері жігіт ескі үйді көргенде, жамау күбіні көргенде, ашқан көшені көргенде, еріне ұсынған кесені көргенде, қолын созбай сәл кідіріп тоқтап қалады. Сол кезде қыз былай деген екен: жақсының жейтін асы жаямен жал, кезігер нақ қырсыққа осындай сал. Әлемде дәмнен асқан дәнеңе жоқ, көшеге тесірейме ерніңді мал деген екен. Сол кезде ақын сері жігіт былай деген екен: болмасақ та даңқы асқан ердің ері, аттандық салты құрып ақын сері. Қарындасым, мына сөзің өтіп кетті-ау, көшеңнен құйып әкел берді. Әлгі ескі үйге қарамай, жамау күбіге қарамай, ашқан көшеге қарамай, еріне ұсқан кесеге қарамай, 4-5 кесе сіміріп алған екен. Көрдіңіздер ма? Қазақ халқы асты қадірлеген халық. Ас адамның арқауы дегенде қазақ. Ас көп жерде ауру жоқ дегенде қазақ. Досыңның асы жаушашақ дегенде қазақ екен. Олай болса, бүгінгі той иелерінің арнайы сіздерге деген жайылған ақ дастарханнан жаушашау тұқ қалдырмай жеп қойыңыздар. Тойларыңыз құтты болсын. Ай, рахмет. Аларда ақтағайындар олай болса, арғыратай өз кезегімен сөз кезегін жалғастырып, келесі сөздің тізгінін шуламайықшы. Мен айта берейін ба, жоқ үйге қайта берейін ба? Айта берейін, кішкене сәл сабыр сақтасақ, кішкене мына тыңдалмаған сөз жетім дейді. Сөзді жетім қылмайды, сөз тыңдайға. Бүгін тойға келдік. Мынау той қазына, бұл той өнеге. Мына өз жұртың дейді, күншіл келеді дейді. Қайын жұртың міншіл келеді дейді. Ал нағашы жұртың дейді, шыншыл келеді дейді. Олай болса, тойдың көрінде біздің шыншыл нағашыларымызды ортаға шақырсақ, осында отырған Халида тәтем бастаған, Қайрат ағам, Айсұлу, Мақтагүл, сонымен бірге Майра, Рүстем, сонымен бірге Мадияш, Гаухар, Рабиға, сонымен бірге Камиля, Аружан, Бауыржан есімді нағашылар енді билеп шыққан. Ортаға шығайыншы, бүгін той ғой, арнайы анда жақтан билеп білейін. Нағашыларды көрейік, қалай шығар екен. Жиеннің тойына деген. Кетіп, нағашылар билеп келейік. Нағашылар, келіңіздер. Ататалған. Мен біраз нағашылардың атын атарып, атам бар, шыға алмай қалды ғой, иә. Ал олай болса, ар жақтағы атамыздан бастайық, одан кейін барып мына жақ қоштайығы. Кәне, кім екен? Атамыз? Нағаш атасы, иә? Ал, дұрыс аға енді. Алмада қарадыға жүрді Ажақ үлкен замандатын отыр. Сөз беріп, өздерінде сөз беріп. Ондықтан ағырып сөз бергеніне рахмет. Олай сол болай. Сондай ақылы бар, сыры бар, сөзі бар. Сөзге шешем, ыңғайын келтіріп, сөйлеп отырмыз.
осылай тойда бір-біріміздің намысымызды жыртатын болайық. Намыс деген өте қиын нәрсе. Сондықтан сол намысымызды жыртатын, тату болайық. Бірақ той боласын. Бұл енді Ерланның шаңырағындағы алғашқы той. Сондықтан осындай той көп болсын, жақсылыққа жиналайық, жақсы жанұя болсын. Менің қызымның Ерлан баламыз жүрген келіні ибаратты, кішпейіл болсын, денсаулық зат аман есен болсын. Ай, рахмет. Мінекей ардақты ағайындар. Ата сөзі қасиетті киелі. Ата сөзі жанға жылы тиеді. Ата сөзі өміріңе өнеге, ата сөзі тек шындықты сүйеді. Ақсақалдар халқымның кемеңдері, жапырағын жайқалтқан емендері, халықты ынтымаққа біріктіріп, бірлік болсын қашанда дегендерді. Мінекей жастарды бірлікке шақыратын осылай аталарымызға қошемет жасайық, осылай ақсақалдарымыз аман болсын. Ай, рахмет. Ал енді келесі сөз нағашылар, кәнекей жеңге деген тілектеріңізді ақтарыңыздар. Қымбат болар туған жердің нағашы да, әркімнің де жету керек бағасы. Анамның ақ сүт үшін өмір бойы бәріміз де болыстарымыз нағашыға деп. Анамыздың өзі бөлген жері нағашыларға бір қол ұрып қошемет көрсетіп сөз беремін. Ерлан баламен осы Ильяс баламызбен осы тойлар болсын, шаңырақтарын биік болсын, осы үйде өрке той болып өтсін, жастарға махаббат, денсаулық. Бүгінгі шүрдің шаңырақтарын биік болсын, қораларын малға толсын, басқа болсын. Бәрімізге рахмет. Құрметті құдалар, аға, ата, әже, Ерлан, Мадина, бірінші қуаныштарың құтты болсын, келіндерің адал болсын, біздің бәрімізге де өте біз қуанышты болып отырмыз. Мадинаның ене болғанын білмей қалдық өзімізде бүгін. Ерлан екеуін. Ерлан қуанышың құтты болсын, келінің аяғы жеңіл болсын бәрімізге. Ерланның келіні сондай бір жақсы атаққа іліне берсін. Ильяс пен келініміз бақытты болсын, адамдар құтты болсын. Тек қана жақсылық тілеймін. Жиған ергеніміз тек қана ойға жайла берсін. Не дейміз? Екі жас бар. Мадина, апа, ата, келіншегіміз туылсын келгені, тастай барды, тұздайсынсын. Осы Мадинаның келін болса, одан артығы жоқ деп ойлаймын. Ерлан екеуі. Ильяс пенен келін екеуі бақытты болсын, шүбірі болсын. Жастарына бас қосыла берсін. Әрдайым дастарханы бол той бола берсін. Өмірлері ұзақ болсын. Анасы, Ерлан, Мадина, үлкен аталарымыз, апасы, және құдалар, жекжақтар, жолдастар жолы. Бүгін осы біз бірінші Мадина мен Ерлан тойына үлкен бірінші тойға жиналып отырмыз. Енді бағанан бері айтып жатыр жақсы сөздер, соған қосылып отырмын. Өзімнен осы қойшының аяғынан, келіннің аяғынан дейді, осы шаңыраққа, шаңырағы биік болсын. Жақсы келін болсын Мадина Ерлан. Шаңырақтарын биік болып, осында үстел жайып, күнде отыра берейік енді. Бәрліктеріне осы тойлар жұқтылы болсын.
енді Мадина, Ерлан, енді ата үйіне болатсыңдар. Құтты болсын. Тамақ алыңыздар. Енді басқа Тамақ алыңыздар. не айтайық? Жақсылық бола берсін осы үйде. Малдарына мал қосып, бастарына басыл қоссын. Шілде қана тойға келейік. Осылай күліп жайнап отырайық. Рахмет. Саламатсыздар. Мадина тете, Ерлан аға, сізді құттықтаймыз. Дүниеспен алай, бақытты болсын. Ильясова мен Арай жеңгемізді шын жүректен құттықтаймын. Күйеуі бақытты болсын. Рахмет. Міне, нағашыларымыз ақ тілектерін ақтарды. Үш жұрттың ұлығы деп ұлысы деп, сөзінің бұрынғының дұрысы көп. Мен сендерді жақсы көрем, нағашылар. Аялы ақ мамамның туысы деп. Анасының өсіп өнген нағашы қауымына бір қол ұрып қошемет жасайық. Нағашыларымыз жасай берсін. Нағашылар енді жиеннің тойында неге билемеске? Bir билеп тастайық, той өзіміздікі, бір қыздырып тастайық, кеттік. Bir жақса билеп тастайық. Ал кет, нағашылар қараңыздаршы міне. Бүгін той, біздің қуаныш. Ал кет, жиеннің тойында неге билемеске? Шоп, қайда? Рахмет, нағашылар. Қызметтеріңізге шапқылай беріңіздер. Рахмет сіздерге. Рахмет. Енді бүгінгі той иесі Ерлан аға. Кәнекей, Ерлан ағамызға бір қол ұрып қошемет көрсетіп. Тәтем қайда? Бүгінгі той иесі. Тәтемді де шақырып жіберсеңіздер. Ерлан аға, кел. Жеңгем қайда, жеңгем? Рахмет. Ерлан аға, жеңге, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Мінекей, әке деген үйдің құлпы дейді. Ана үйдің кілті дейді. Келіні жатып алып жұмсайтын пүлті дейді. Пүлттарыңыз құтты болсын бүгінгі. Пүлт құтты болсын. Рахмет. Келіндеріңіз сіздердің шаңырақтарыңызға мол бақыт, көп деген немере алып келсін. Мына келіні жақсы үйге дейді, көп кісі келеді дейді. Келіні жаман үйге келген көп кісінің тез-тез кеткісі келеді дейді. Мына қырғызда мақал бар, шаңырағыңа қанша бұт келсе дейді, сонша құт келеді дейді. Құдайға шүкір, бүгін сіздердің шаңырақтарыңызға міне қаншама неше түрлі бұттар келіп жатыр. Көрдіңіз бе? Құдай қаласа, осыншама құт келсін деп бір қошеметімізді аямайықшы.
Ай, рахмет. Бүгінгі осы той иелерінің құрметіне Алмат балаларыңыздың арнайы тамаша әні бар екен. Кәнеге бір шапалақ ұрып, шабыт беріп қойыңыздар. Бүгінгі той иелеріне деген бір қошемет тұрып қойыңыздар. Кезден өлеңдер бар махаббат келіп тұрған араңа Алмат деген балаңа тағы да бір ұрыңыздар шапалақ келіп тұрған араңа Алмат деген балаңа тағы да бір ұрыңыздар шапалақ шаңын жуытпай еркелетіп маңдайға той жасайтын бар байлығын арнайда қызын гүлдей баптаған әкемізге бір қол соқсақ болмай ма қызым гүлдей баптаған ұл үмітін мақтаған әкемізге бір қол соқсақ болмай ма соғып тұрар жүрек дейтін кезегі ұғынарсың бар қадірін өсерге жылап жатса оянған түнде бесік таянған анамызға қане кейбір қошемет жылап жатса оянған түнде қошемет жиенінен көрген талай айласын жолын бірақ қалай оның байласын бар сыйлықты әкелер тойды бимен көтерер нағашы мен жиен бөле қайдасың бар сыйлықты әкелер тойды бимен көтерер нағашы мен жиен бөле қайдасың мың жыл бойы туысым деп мойындар өткізетін қонақ болып тойым бар қыз алысып қыз берген құда болған сіздермен құдаларға бір қол соғып қойыңдар қыз алысып қыз берген құда болған сіздермен құдаларға бір қол соғып қойыңдар той болғанда жандарыңнан табылар жұмыс болса бірге жасап жабылар апалар мен жезделер жеңгелер қол соғайық осы жерде тағы бар апалар мен жезделер ағалар мен жеңгелер қол соғайық осы жерде тағы бар доссыз өмір әрқашанда бекер шын олар жоқта қалай тірлік етерсің осы тойды күшті қып биді билеп ысқырып құрдастар мен достардағы көтерсін билеп ысқырып құрдастар мен достар тағы көтерсін жас жұбайлар бір жүрекке сыйласын езулерін шын бақыттан жимасын осы әулетке немерем содан кейін шөберем әр жыл сайын жалықпастан сыйласын осы әулетке немерем содан кейін шөберем әр жыл сайын жалықпастан сыйласын келіндерің болмасыншы ұрысқақ күйеу бала алда жүрсін туыста бауыры бүтін бас аман осындай той жасаған ата-анаға қол соғайық дұрыста бауыры бүтін бас аман осындай той жасаған ата-анаға қол соғайық дұрыста аман жүрсін ақ жаулықты анамда аман жүрсін ақ көйлекті ағамда көрсеттім ой өнерді аяқтайын өлеңді бір қол соғып қойыңыздар маған да көрсеттім ой өнерді аяқтайын өлеңді бір қол соғып қойыңыздар маған да
Hay рахмет, рахмет. Өнерің өрге жүзсін. Тек жоғары биіктерден көрін. Ал ардақты ағайын, баяғыда дейді, осы Ілиястай бір бала кеп, әкесі мен шешесіне айтады дейді, мама, папа, мен үйленем деп айтады дейді. Тұра тұрмадыңыз, жоқ, мен үйленем деп бой бермейді дейді. Жарайды, үйленсең үйлен, алдымен бірінші қызды әкеп көрсет бізге деп. Жарайды, әкелем деп, содан не керек, бір сұлу да сүйкімді бір орыс қызды әкепті. Сөйтсе әкесі мен шешесі айтады дейді, айналайын, мынау болмайды, мынау ырымы басқа, салты басқа, болмайды айналайын, болмайды деп. Содан не керек, тағы да жүріп бір ұйғыр қызды әкепті. Оған да айтады дейді, балам, мынауың болмайды, бұның да салты басқа, ырымы басқа, болмайды деп жіберген дейді. Содан Ілияс сияқты бала айтады дейді, айналайын, бұл екеуіне ештеңе жақпайды, қандай әйел алу керек сонда деп достарынан барып сұрапты. Сөйтсе достары қу емес пе, үйленген, біледі бәрін. Біз білеміз. Давай сен лучше былай істе, тура маман құсап сөйлейтін, маман құсап жүретін, маман құсап күлетін, маман құсап ұрсатын біреуді тап деп айтады дейді. Іздеп жүріп бір қызды тауыпты, тура мамасы құсап күледі екен, мамасы құсап жүреді екен, мамасы құсап тұрып ұрсады екен. Тура осы ғой деп апарып, мама сөйлесіңіз, міне десе, мамасы әңгімелесіп отырып, тура өзінің мінез екенін білген ғой, тура мынау менің мінез. Осы ой мен іздеген осы ғой десе, ар жағынан әкесі айтады дейді, ойлан балам, ойлан деп айтады дейді. Сол сияқты мінекей, осы қайнененің топырағы дейді, Құдай қаласа осы тәтеміз сияқты болсын деп, бір қошеметімізді аямайық шардақтағандар. Рахмет. Тағы да осы Ілияс сияқты бір бала, тағы да әке шешесіне кеп айтады дейді, мама, папа, мен үйленейін деп едім деп. Үйленсең үйлен, қыз сені сүйе ма десе, мама, папа, оны не қыласыңдар? Ол қыздың проблемасы ғой деп айтады дейді. Жарайды, сен қызды сүйесің ба десе, ой, мама, папа, оны не қыласыңдар? Ол менің проблемам ғой деп айтады дейді. Жарайды, үйленсеңдер, үйлендір, тойды не істейміз, ол сендердің проблемалары. Проблемаларыңыз құтты болсын деп, бір қошеметімізді аямайық. Рахмет. Бүгін міне егеменді еліміздің еңсесі биік Ерұлы Ілияс балаларыңызбен тәуелсіз еліміздің тәлімді де тәрбиелі қызы Арай қыздарыңыз екеміз үйленейік, екеміз үй болайық деп, екеуі қол ұстасып, өмір деген теңізге, кеме деген тұлпарды ертеп мініп, үйлену, үй болу сапарына шыққал жатыр. Олай болса екі жастың сапарларына сәттілік тілеп, армандарына тәтті тілеп, тігейіндеп отырған отаулары түкті, бүгінгі бет ашар тойы құтты болсын деп, бір қошеметімізді аямайық шардақты ағайындар. Рахмет. Ал ардақты ағайындар, олай болса ары қаратай өз кезегімен сөз кезегін жалғастырып, сулы жердің қасиеті сағасында, шөлді жердің қасиеті ағашында, ал адамдардың қасиеті өзгермейтін сол бір тамаша нағашыда деп, бізде тойдың төрінде біздің түп нағашыларымыз отыр екен. Олай болса осында отырған Шекер дейді, Шекер апамыз, сонымен бірге Зейнеп апамыз, Ораз ағамыз, сонымен бірге Күләш, Сәуле, Жанат, Сейтқали, Берік, Жанар, Нұржан, Елмира, Динара есімді түп нағашылар қалай шығады екен, көрейікші. Ал түп нағашылар көрсетіңіздер, міне бұлай шығамыз деп. Міне, түп нағашылар, келіңіздер. Міне, қараңыздар, міне түп нағашылар. Қараңыздар, міне, түп нағашылар, міне. Қараңыздар, міне, түп нағашы деген қандай керемет, міне, билеп шығып жатыр. Нағашы. Қараңыздар, міне, апа. Билеп. Апа билеп. Апа билейік. Рахмет. Енді апама, билейік деп айтыр, шамасы келгенше билеп шығып атыр ғой. Баяғыда мен сияқты бір асап айтады дейді. Апа билеп шығыңыз десе, апам айтады дейді, айналайын асаба, бізге биле дейсіңе, біздің жүрісіміздің өзі бей ғой деп айтады дейді. Жүрістерінің өзі бей болып келген. Ата-апаларына бір қол ұрып қошемет көрсетейікші. Тәте кішкене бері қаратай, жақындайық, О, бері қаратай. О, енді естілді. Бәсе, что-то естілмей қал. Рахмет. Ал, кәне. Кім айтады? Кім бастайды? Ал, апалар. Апа. Атамызға түп нағашыларға бір қол ұрып қошемет көрсетейікші, кәне.
Енді сәл сабыр сақтап, үлкендеріміздің түп нағашылардың сөзін тыңдайық. Үлкендердің дейді, сөзін бөлме дейді. Ойынан жаңылыстырасың дейді. Ойынан жаңылыстырмай, сөзін бөлмей, тып-тыныш тыңдайық, Ал құрметті ағайын, Ерлан келін, Серікбай тәте, келіндеріңіз құтты болсын. Армандаған арманына жетсін. Дастарханы мол болсын. Аспаны ашық боп, бала шағалы боп, өміре шөбіре болсын. Жездем дейсіз ба, жездемін дейсіз ба? Ай, тамаша. Міне, жездемін деп жатыр ғой. Сен менің жездемсің. Талай рет біздің ауылға келгенсің. Әпкемді қызғанып, артыңа ит жүгірткенде, алды артыңа қарамай талай рет безгенсің. Ай, сен менің асыл жездемсің де. Жездемізге бір қол ұрып қошемет жасайық. Жезделеріміз жасай берсін. Жездем Серікбай, әкем Жұмақан, келіндерің құтты болсын, бақытты болсын. Бақыттың ішінде барлығы бар дейді ғой. Көп сөйлемеймін. Ай, рахмет. Апам айтып жатыр ғой. Бақыттың ішінде бәрі бар деп жатыр ғой. Сөйтсе бір атамыз галошын жоғалтып алып айтады дейді. Екен бір бағана бақыттың ішінде мен галошым бар ма деп айтады дейді. Сол сияқты мінекей апамның тілегінде бәрі бар. Ал енді көке, жездеке, мына Ерлан, Мадина, келіндеріңіз құтты болсын, бақытты болсын, шаңырақтары биік болсын, осы келген жерінде судай батып, тастай батсын. Ал енді Ерлан, Мадина, енді келіндерің құтты болсын дейді. Я вот тоже, Калида Самижанович, сізге де рахмет айтайын деп жатырмын. Калида Самижанович у нас 10 лет директором школы был, которую я закончил, путевку жизнь нам дал. Рядом вот буквально сидит Ханат, мой одноклассник. Получается, вот мы, вот видите, Халасан айтады ғой, все друг друга в лицо знают деп. Поэтому айтайын дегенім сізге де көп-көп рахмет за то, что нам путевку жизнь дали. В свою очередь, Ерлана я хорошо знаю, мы с ним уже Крым, Медные трубы все прошли вместе. В принципе, очень такой во всех отношениях порядочный парень. Ерлан молодец, енді бірінші осындай моменттерін болып жатыр, енді құтты болсын дейді енді. Осындай жастықпен кездесе берейік, осындай тойда кездесе берейік. Ай, рахмет. Міне, қасқа баста да қасиет бар дейді. Шаштың түскені дейді, бастың піскені дейді. Мына ағамызға қарасақ, ағамызға Аллах тағалам жазық маңдай берген. Ақындарға тән тақылдаған таңдай берген. Көрсін деп көз берген. Сөйлесін деп орысша сөз берген. Жуан білек берген. Ақ көңіл жүрек берген. Қозы қарын берген. Керемет дарын берген. В общем, түп нағашыларға Аллах тағалам бәрін берген деп бір қошеметімізді аямай. Ал енді әпке жезде, Ерлан, Мадина, келіндерің құтты болсын. Келіндеріңе жаңағыдай осы сіздердің бәріктеріңізге зор денсаулық тілеймін. Осындай ақ дастархан басында осындайға тек қана қуанышта бас қоса берейік. Келініміз құт береке әкелсін. Осы тойымыз тойға жалғасып, келесі жылы жаңағыда шілдехана болсын, сол шілдеханаға келейік. Басқа не айтамын? Той құтты болсын, басқа не айтамыз? Ассаламу алейкум. Серікбай ағамыз, Жұмақан апайымыз, мына шаңырақтарыңызға келіп отқан келін балаға қадамнан нұр жаусын. Не деп айтса болады, әңгене оқапты. Енді Дәркембай атамыздың шаңырағы одан ары ұлғайып, енді бөлем ғой өзім құрдасым Ерлантайдың, Мадинаның ұрпақтары көбейе берсін. Өмірлі шүбірлі болып енді жастарына жас қосып, бақытты әкесін Алла тағала жақсылығын берсін. Сол үшін разымыз. Ал құрметті тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын. Ерлан, Мадина, бүгін келіп жатқан келіндеріңіздің аяғына нұр жаусын. Ақ түйенің қарны жарылған, ақ сандығымыз осы тойға шақыра берсін. Екі жас бақытты болсын, баянды бақыт береміз екі жасқа. Не айтамыз? Зор денсаулық, осы дастархандарыңыз тек қана қуанышқа, тойға жайыла берсін.
Hayır mіне, түп нағашылар әдемі сөз сөйледі. Баяғыда мына нағашы жиен демекші, баяғыда дейді осындай нағашылар жиеннің үйіне атымен барыпты. Атты есіктің алдына байлап, нағашы жиеннің үйіне кіріп айтады дейді. Жиен, нағашың келді. Нағашыға дайындаған нең бар деп айтады дейді. Сөйтсе нағашысы жиеннің үйінде тышқақ да жоқ дейді. Саспайды дейді. Нағашы саспа, 2 сағат ұйықтап ал, бәрі дайын болады деп айтады дейді. Содан не керек, атын байлап қойған, 2 сағат ұйықтап алған, оянып тұрса, дастарханда ет асулы, қуырдақ пісірулі, шашлық жасап қойған дейді жиен. Жиен, сенің үйіңде тышқақ лақ жоқ еді, мына етті қайдан алдың десе, о нағашы, таңқиып тойбаңыз, саспаңыз, үйге жаяу барасың, атын сойып тастап деп айтады. Сол сияқты осындай нағашы мен жиеннің арасындағы әзілдері жараса берсін. Тойларыңыз құтты болсын нағашылар. Енді тойға не әкелдік? Би, ал әкелген билеріңізді көрейік. Түп нағашылар қандай би әкелген? Ал көрсетейік, аға, кіріңіз ортаға. Ал кеттік, нағашылар, шап, түп нағашылар жасасын. Ай, міне, сөп. Ой, рахмет. Мен негізі түп нағашысын айтып едім осы. Береке ағамыз күліп отырып, жан жағына қарап отырып, өзінің атын естімей қалған ғой. Ал кәнекей, тілегіңізді ақтарып жіберіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Мына Серікбай аға, тәте, келіндеріңіз құтты болсын. Міне Ерлан, Мәдина, келінді болып жатсыздар. Құтты болсын, той-тойға ұлассын. Әрқашанда өбірлі-шүбірлі өстіп, тойдан тойға жалғаса берсін. Құрметті жиылған тойшыл қауым, қазағымның той бітпесін. Мына бүгін ата мен апаның, аға мен тәтенің алғашқы қуаныштары құтты болсын. Түскен келін майлаяқ келін болып, осы ұрпақты өсіріп, өндіріп жүре берсін. Сіздерге қызығын көрсетсін, рахатын көрсетсін балаларыңыз. Дендері сау, бастары аман, шаңырақтары биік, керемет жанұя бола берсін. Рахмет. Ай, рахмет. Ал бір жарты бей. Жартысын ағашылар билеп тұсат, енді жартысын сіздер билеңіздер. Ал кет, биле келіңіздер, бәріңіз бірге, бәрі түп нағашылар. Түп нағашылар, жіберейік. Түп нағашы айғайда, шуғайда. Міне, көп. Sargaydı böyle, yüzüme saklar, şanır başar.
Rahmet. Bitti. Al dastarxan basına жайғасайық. Ал dastarxan basına жайғасайық. Қане осы түп нағашылардың құрметіне бір тамаша ән бізден болады, қанекей. Bir түп нағашылардың құрметіне бір тамаша ән болсын. Ал енді бәріміз бірге күміс құңғай әнін бәріміз білеміз ғой, бәріміз бірге ән тыңдап, жарқылдап, бізбен бірге қосылып отырсақ, нұр үстіне нұр, гүл үстіне көбелек болар еді. Бәріміз бірге қосылып отырайық. Aynalayım karam, kalmasın ayay, sana verme gözünden ercası ayay. Sana girsin gözünden ercası ayay, ercası görünür, kalmasın ayay. Ey Müslüman ay,
рахмет. Ертеде дейді, бір Дінмұхаммед Қонаев атамызға кеп бір жас жігіт кеп айтады дейді. Айналайын ата, мен үйленейін деп едім. Мағам жақсы әйел мен жаман әйелдің ара жігін ажыратып беріңізші депті. Сол кезде Дінмұхаммед атамыз айтқан екен, айналайын балам, саған ыстылардың бөлтірігінің бір-ақ ауыз сөзімен айтайын, соған құлақ түрсең, сен ешқашанда жаңылыспайсың деген екен. Мына әйелдің екі сипаты болады дейді. Мына жаман әйелдің дейді, екі пышағы болады дейді. Ол қолындағы пышағымен өмір бақи сенің алдыңдағы наныңды турап өтеді деген. Ал тіліндегі өткір пышағымен өмір бақи сенің жаныңды турап өтеді деген. Ал жақсы әйелдің дейді, қолында оқтауы, тілінде тоқтауы болады деген екен. Сіздердің бүгінгі сүрген келіндеріңіздің қолында оқтауы болсын, тілінде тоқтауы болсын. Екі жас бақытты болсын, өбірлі, шүбірлі болсын деп бір қошеметімізді аямайықта. Негізі бағанан бері барлығымыз айтып жатыр, бүгінгі той құтты болсын, жастар бақытты болсын деп жатыр. Барлығымыз жастарға бақыт тілейді екенбіз да, жастарға бақытты болудың жолын үйретпейді екенбіз. Негізі бақытты болу үшін әрқашанда осы әйел адамға қол көтермеу екен. Еркек адамның бақытты болу үшін ең бірінші әйел адамға қол көтермеу екен. Сол кезде бақытты болады екен. Ал әйел адам еркегіне бақытты болу үшін тілінен шыққан сөзін жоғары көтермеу керек екен. Сәл байсалдылықпен, сыпайылықпен ақырын алдап, құлап, сулап әйтеуір істету керек та еркектерді. Сонда екеуі бақыт деген шырақтың кішкентай бір формуласын құрастырып алады. Мына Дінмұхаммед атамыз үлкен бір кейуанадан сұрапты. Кейуана, сіз білесіз ғой, адам қалай бақытты болады дегенде, кейуана айтқан екен. Адам бақытты болу үшін адамның ең бірінші бақыт аяғынан басталады екен. Аяққа ілінген бақты бағаламаса дейді, ол аяғынан шалыспаса екен. Ал аяғына келген бақты бағалайтын болса, бақ өріліп берге келеді екен. Берге келген бақты бағаламаса, ол тұқымсыз бала сүймейді екен. Берге келген бақты бағаласа, бақ көтеріліп кеудеге келеді екен. Кеудеге келген бақты бағаламаса, кеудесіне нам түсіп, менмендік деген пайда болады. Ол бақ тез кетіп қалады екен. Ол бақты бағалайтын болса, бақ өрлеп ауызға келеді екен. Ауызға келген бақты бағаласа, барлығы үйді, барлығы сенеді, сол кісіге сенеді. Ал енді ауызға келген бақты бағаламаса, өтірікші суайт болады екен. Ал ауызға келген бақты бағаласа, бақ өрлеп көзге келеді екен. Көзге келген бақты бағаламаса, көзіне шел басып, ол да бір жолынан адасады екен. Ал көзге келген бақты бағаласа, бақ өрлеп басқа қонады екен. Басқа қонған бақ ешқашанда кетпейді екен. Екі жас әр бақты бағалап, аяғына қонған бақты бағалап, басына жеткізіп, екі жас мәңгі бақытты болсын деп бір қошеметімізді аямайды. Рахмет. Ал ардақты ағайындар, олай болса ары қаратай сөз кезегін өз кезегін жалғастырып, келесі сөздің тізгінін тойдың төрінде жүректерін жалау етіп, тәуекелдің қайығына мініп, тәубелерін еске қылып, біздің осындағы ескі емес, есті генерал құдаларымыз отыр. Олай болса, генерал құдаларымызға осында Жанат атамыз бастаған, Ыршан, сонымен бірге Амантай, Бибина, сонымен бірге Бүбейлі, Мақсат, Сейітқали, Қаламқас, Олжас, Назгүл, Марфуға, Әлімхан, Әбілхан, сонымен бірге Нұржан, Мадина, Бауыржан, Катя есімді кәнекей. Келіңіздер, құдалар, есті құдалар. Шөп! Билеп келей, есті құдалар. Билеп, билеп. Әте. Қансы вадет, қансы вадет. О, біле. Көлігім бар дейсің, оны неге кимейсің? Аппақ көлік кие бал, сен назарын ілмейсің. Сүйген жаным бар дейсің, оны неге жүрмейсің? Рахмет. Ал келіңіздер. Кімден бастайық? Үлкендерімізден бастайық. Кәнекей, сіз бастаңыз, көштің басын бастап. Ал сөз тыңдайық.
бер ана микрофоны шиқылдай тәте. Бер ана мына жерге. Құлақ етіңіз жейді қазір. Қалай? Мадина, және қауым бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Келіндеріңіз сондай мейірімді болсын, бақытты болсын, бақ дәулетті болсын. Барлық басқа қожалық семьяларға, жанұяларға үлгілі келін мен үйбалы келін болып бақытты болсын. Үлгілі ер жігіт болсын. Осы бәрінің тілегінен қосыламын, бақытты болсын, әрқашанда бәрі өмірлі болсын, ғұмырлы болсын, әрқашанда бай қуатты болсын, бақытты болсын. Мен тілегім сол. Не айтар білмей Дорогие Мадина и Ерлан, поздравляем вас с таким праздником. И зажелаем вам самого всего наилучшего. В детстве ваше все у них хорошо было. Жили, радовали вас. И все присутствующие, и дедушка, я смотрю, все. И чтобы все только радовались. Всего хорошего. Ал құда тойыңыз құтты болсын. Сүйегіміз сарғайып келген құдаларыңыз құтты болсын. Серікбай Жұмахан, мына қуаныштарың құтты болсын, тойын той қыласын. Балаларың махаббаты мәңгілік болсын. Ел қатарлы семья болсын. Балалы шағалы болсын. Мен тілейтін тілегім осы. Ерлан, Мадина, тойларың құтты болсын. Той-тойға ұлассын, екі жас бақытты болсын. Ай, рахмет. Ал енді сіздер ақырын билеп барып дастархан басына жайғасаңыздар. Рахмет. 18-25 қайтып келмейді. Ай, рахмет, рахмет. Құдай қаласа немере сүйгізсін деп жатсыздар. Құдай қаласа немере сүйгізсін. Негізі мына орыстар я тебя люблю, я тебя целую деп екі адам, екі бала табады екен. Ағылшындар I want you, I love you деп жүр. Олар да екі ақпады екен. Ал біздің қазақтар аржатче, қолын тартче деп 10 баладан таптырады екен. Екі жас аржатче, қолын тартче деп 10 баладан жаным бер жатче, 20 баладан болсын деп бір қошеметімізді аямайықта. Рахмет, 20 бала болады кезінде міне төрде отырған ағаларымыз отыр, 18 ағайынды болдыңыздар ғой кезінде, иә? Баяғыда дейді бір апамызға атамыз айтқан екен, неге бір маған ұл тауып, қыз тауып бер деген екен. Сөйтсе апам айтты, жарайды деп аяла туа берген ғой. Жарайды деп батырлап туып 20 ұлды бірақ туып тастаған екен. Содан не керек 20 ұлы өседі, 10 ұлы әкесін алақандарына сап мына жақта көтеріп жүрсе, 10 ұлы шешесін алақандарына сап мына жақта көтеріп жатыр. Сөйтсе көршілері қызығып жатыр дейді. Ұлы өсті деген осы емес пе? 20 ұлы бар. 10 ұлы әкесін алақандарына сап мына жақта көтеріп жүрсе, 10 ұлы шешесін алақандарына сап мына жақта көтеріп жүрсе, үлкен ұл айтады дейді. Бұл екеуін жетіскеннен екі жақта көтеріп жүрсің ба? Бұл екеуін біріктіріп жіберсең бітті, 22, 23, 24 деп кете береді деген екен. Сол сияқты бала шағалар немерелер көп болсын деп бір қошеметімізді аямайық. Ай, рахмет, рахмет. Ал ардақты ағайындар, мына ата-ананың қадірін балалы болсаң білесің, ағайынның қадірін жалалы болсаң білесің. 30 тістің қадірін қақсағанда білесің, екі аяқтың қадірін ақсағанда білесің. Насыбайдың қадірін атқаныңда білесің, индюханың қадірін татқаныңда білесің. Әйеліңнің қадірін үйде жалғыз жатқаныңда білесің. Қарашаштың қадірін таз болғанда білесің. Мерседестің қадірін маздалғанда білесің. Жұдырықтың қадірін түйіскен көзде білесің. Еріннің қадірін сүйіскен көзде білесің. Мұрыныңның қадірін иіскер кезде білесің. Таңлайыңның қадірін тақылдағанда білесің. Шапалақтың қадірін шақылдағанда білесің. Шапалақтың қадірін көрейікші. Ай, рахмет. Олай болса, бұл өмірдің қадірін қайтарыңда білесің, ақ тілектің қадірін айтарыңда білесің деп келесі сөздің тізгіні осындағы ағаларымның, бүгінгі Ерлан ағамның бауырлары, сонымен бірге аға жеңгелері, қарындас күйеу балалары осында отырған Ермек ағам бастаған Назгүл, Ержан, сонымен бірге Гүлзипа, сонымен бірге Жүрек, Айзада, Айдын жұбайымен дейді. Баян, сонымен бірге Мұқан, Гүлмира, Серікбол, Гүлнара, Назгүл, Айжан, Мадина,
Назипа есімді кәнекей. Келіңіздер, бауырлар, туыстар, келейік, барлығымыз. Туыстар, келейік. Айғайда туыстар. Міне. Міне біздің бауырымыздың шаңырағындағы той. Бауыр десе бүйрегі бұрып тұрады, көзің көрсе көңілің жылып тұрады. Ағайды сана болса сыйласайық, ала болса арамыз суытынады. Бауырлар, келіңіздер. Қонық тұрады, байқамасаң одан көп бүлік шығады. Құтірлікке құман Қарындас күйеу балалары, барлығы келсін, аға жеңгелері, қарындас күйеу балалары. Туысқандар, алыс кетіп барады, суытпаңдар, туысқандар. Ай, рахмет. Мен біраз адамның атына айтып едім, осақ па? Қалғандар қайда, анаяқ жұмыс істеп отырмын. Шашпау көтеріп келді. Ал давайте, келіңіздер. Ал келіңіз, аға бер қаратай. Ана колонка шиқылдайды, кішкене бер жақын тұрайық. Ал ардақты ағайындар, аға бауырларымыздың осындағы қарындас күйеу балаларымыздың ақ тілектерін тыңдаңыздар. Құдайға шүкір, мінекей біздің отбасындағы біздің міне. Ал туысқандар, ешқашанда ұрыспаңдар, ешқашанда араларыңды суытпаңдар. Бір туысың, ол сенің бір қамалың, сол қамалды құлатпай түк ұстаңдар деп. Мінекей, туыс деген туды көкке көтеріп келген бауырларына бір қошеметті аямайықшы. Ал, кім бастайды? Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Бүгін Ерлан інімнің баласы үйленіп, тойға жалғасып, бақытты болсын, 2 жас өрлі шөрлі болып, осындай мол дастарханда келесі тойда кездесейік. Ерлан Мадинадан 2 жас бақытты болсын, денсаулықтары зор болсын, осы жердегі әр үйде осындай той болсын. Бар жақсылық, бар. Әр үйде осындай жақсылық тілеймін. Ерлан аға, Мадинатте түсірген келін құтты болсын. Енді Ерлан аға емес қой, Серікбай атаның келіні ғой. Құтты болсын, қадамы нұр бүтсін. Келіп тілектес болып отырғандарыңызға көп рахмет. Тек қана жақсылықта кездесек, тойдан той жалғаса берсін. Айжан сөйлеген, бұла қара сөйлегесін. Саламатсыздар ма? Бүгінгі беташар құтты болсын. Атамның келіні қадамы құтты болсын. Ерлан аға, балаларыңыз бақытты болсын. Рахмет сіздерге. Ерлан, жеңеше, тойларыңыз құтты болсын, 2 жас бақытты болсын. Тек қана жақсы келін атансын, жақсылығын ғана көріңдер екеуін. Тойға ұлассын. Ал енді Ерлан, Мадина, құтты болсын, тойларың өстіп бәрінің арасында сыйлы болып, балаларың да келешекте осындай бәрінде достары сыйлы болсын. Осы сіздердің арқаларында бәрі құтты болсын. Ерлан, Мадина, келіндеріңіз құтты болсын. Ана аға тәте, немере келіндеріңіз құтты болып, шөберек сүйуді нәсіп етсін. Патшайым келіп, қуанышымыз баса берсін, қуаныштан қуанышқа. Құрметті қонақтар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Барлықтарыңызға бақыт, отбасыларыңызға шаттық тілеймін.
келіндеріңіз құтты болсын. Ал келінжан, біздің командамызға қош келдің. Келген қадамыңа нұр жаусын. Бізбен сыйласып, сіз біздігіміз жарасып, осындай қуанышты күндерде қуанышпен де қайғымен де тең ортақ бөлісіп, және Ильяс пен келінге бақыт тілеймін. Келіндеріңіз құтты болсын. Бірінші немерелеріңіздің некенің сүйіп жатсыздар. Құтты болсын. Ерлан аға, Мадин тәте, сіздерге де құтты болсын. Алғашқы қуаныштарыңыз осындай кең дастарханда барлық қуаныштарымызды осы бар ағайын туыспен бірігіп тойлай берейік. Осы үйде тек жақсылықтар болсын. Тойымыз тойға ұлассын. 2 жасқа бақыт тілейміз, бақытты болсын. Ай, рахмет. Бауырлар қосыламыз, қалғанымыз, ай, рахмет. Құдайға шүкір, көрдіңіздер ғой, біздің бауырдегі жетеді, аға тәте. Келіңіздер, бауырдың арасына кірейікші. Көрсінші, кәнекей. Бауыр деген қандай. Бір-біріміздің, ортаға кіріңіз, ортаға. Бір-бірлеріміздің алақанымызды ұстайық. Бір-біріміздің алақанымызды ұстайық. О, біз бауырымыз ғой. Осылай, жұмыла көтерген жүк жеңі дейді. Бауырымыз, кіріңіз, біз көп екенімізді, соншама бауырдың көп екенін, топ екенін білдіріп ал. Тұра қалайық. Ал енді биікке қолымызды көтерейікші. Міне, көрдіңіздер ма, бауырлар қаншама бауырлары бар. Міне, жетпей жатқан жеріңді жеткізетін ағайын, өтпей жатқан сөзіңді өткізетін ағайын, іс түскенде басыңа қарасатын ағайын, алыс кетсең сағынып таласатын ағайын, басыңда егер бақ болса бағалайтын ағайын, басыңнан бір күні бақтайса табалайтын ағайын, ырылдасып өзіңмен абалайтын ағайын, қисайғанда жабылып көметінде ағайын дейді. Ағайындықтарыңыз ешқашанда ажырамасын. Қолымыз жоғары көтеріп түсірме дедім ғой, мен айттым ғой. Әрқашанда осылай жұдырықтай жұмылып, жақсы күндерді бөлісіп, жақсы күндерді көрісуге жазсын. Бүгінгі тойларыңыз құтты, 2 жастың денсаулығы мықты болсын. Ғашық оты жанады жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Құдай қаласа, ағам мен тәтемнің шаңырағына Бауыржандай батыр, Алиядай мәншүктей ұл қыз бала берсін деп бір қошаметімізді аяғымыз. Рахмет, бауырлар, бір жарты би, ағам білемін.